Армысыздар, құрметті достар, Ерлан Қабата YouTube арнасы. Бүгін міне бізде Өскемен қаламызда қонақта әнші Қанай. Әнші жайдарманшы деп айтуға болады. Енді қазіргі таңда міне өздеріңіз көріп отырсыздар, концерт Қанат Әбжаппаров ағамызбен Қайрат Әділгерейдің 40 жасқа толғанына орай концертқа тур өтіп жатыр. Сол ағалармен бірге қазір гастроль сапарда біздің Қанай бауырымыз бірге сапарласып жүр екен. Енді қош келдіңіз дейміз, Шығысқа, Өскеменге қош келдіңіз. Алғашқы концертімізді Шығыстан бастайық деп шештік. Және де бұл жерде мен әнші болып келген жоқпын, негізі. Бұл жерде мен бір жағынан өзіміздің ертең осы қазанның 30-31 шығатын кеттік бәрі таса дейтін киноға түскем. Соны бір жағынан соны дәріптеп реклама жасап насихаттап кино. Насихаттап, өзіңіздің жеке шығармашылық, енді сол кез келген енді сұхбат алар әнші болсын, ақын болсын, сұрайтынымыз алғашқы сұрақ ол шығармашылыққа байланысты. Жеке әніңізге өзіңізде не жаңалық бар? Қазір негізі мен әншілік жұмысымды уақытша тоқтатып тұрмын, в общем. Қазір ондай арасында шығарып әндерді. Қазір основном бүткіл опорды қойып жатқан мақсатым кино. Кино саласында. Киносына осы жылды бір 2 жылдықта киноға көрейінші деп, әншілігімді кішкене сағындырайын деген ойда. Тыңдармандар сағынсаңыз іздейсіз деп. Иә, сондай ниетте өзімше бір өзім тактикам ғой. Жалпы кино 2 арман бар негізі. Бірінші сол мына халық танитын әнші болып, екінші халық танитын актер болып. Бірінші арманына Аллахтың қалауымен жеттім деп ойлаймын. Екінші арманыма енді жақсы бір қадам басталып жатыр. Енді сол кино саласы деп жатсыз, енді үлкен ағалардың қасында жүріп, киноны дәріптеп үйреніп жатсыз. Болашақта өзіңізде кино жеке ойда бар шығар? Ойда бар. Сол осы киноға түсудің мақсаты сол ғой. Бір жақсы бір инвестордың, спонсордың көзінен көрініп қалып, кішкене опыт жинап деген сияқты алдағы уақытта бір халық сүйсініп қарайтын бір пайда беретін жастарға бір кино түсіргім келеді. Егер мүмкін инвестор дейміз, продюсер дейміз, солар осы мүмкін бәлкім осы егер сұхбатты көріп қалса, қандай форматта сіз мүмкін түсірер едіңіз киноны? Көбінесе комедия түсіріп жатады енді қазір. Сөзсіз енді комедия Қазақстанға қазір комедия өтіп жатыр ғой. Сосын бір комментарияда оқып қалам, комедиядан басқа кино жоқ па деген сияқты. Мен олардың сұрақтарына жауапта, мысалы, Болливудты қарайтын болсаң, Болливуд несімен танылды, өзінің әнімен, биімен танылды да. Индийский кино десең, күтіп тұрасың билейтіндерін, ән айтатын күтіп тұрасың. Басқа не бар? Қытайлардікі кішкене жылайды, эмоция. Біз қазақтардың киносын қарағанда, комедия, қазақтар әзілдеген жақсы көреді дейтін ниетте сондай кино түсіру керек та. Жалпы негізі мен өзім жастарға пайда беретін, Қазақстанның былай проблемаларын қозғайтын бір кино түсіргім келеді. Тамаша. Енді жеке мынау өзіңіздің достарыңыз, жекеле топ дейікші, топ. Меховая 8-1. Жалпы олар қазір жігіттер бар ма? Қазір біргесіздер ме жалпы сол жағын? Біздер қазір өте кетпей қойын, үш жақта жүрік. Үйленгеннен кейін барып кішкене бүткіл фокусты өзіміздің отбасыларымызды қойып жатырмыз. Негізі былай кездесіп тұрамыз. Әркім өзінің нәпақасын тауып жүр. Жалпы негізі осы жылдың аяғы, болмаса келесі жылдың басы өзіміздің жеке концертімізбен және де YouTube каналымызды бастағымыз келіп отыр. Қолымыз тимей отыр. Просто үшеумізді 3 жақта 1 жылдық 4-5 айлық заказдарымызды алып тастаған ғой. Сол себеп кішкене уақытымыз келіспей жатыр. Атак былай негізі Меховая 8-1 әлі күші бар, әлі в силе десек болады. Енді заказ жасау ол той ғой енді. Қазақ той концерт, Қабдол Беташарда, Жандос Тамада деген сияқты. Мен әншіліктен тойға шығасыз деп. Тойға шығамыз. Тойға шақыру үшін сізде жеке администратор, продюсер? Жеке енді таныс адамдар өзіме шығады. Былай енді оқырмандарым через директор, администратор арқылы шығады. Соның номері тұр Инстаграмда. Сол арқылы шақыруға болады мені. Хабарласыңыздар. Инстаграм демекші жалпы сіз енді мынау Инстаграм, ТикТок, қазіргіден ТикТок қой енді. Основном қаншалықты уақыт кетеді неге? ТикТокқа, Инстаграм, әлеуметтік желіге дейікші, жалпы интернетке. Жалпы телефон шұқу дейсің. Телефон шұқылау. Жалпы телефон шұқу таңертең тұрып, таңертең бір қарап аласың. Обедтен кейін бір қарайсың.
кешке жатарда бір қарайсың, бәрін істейтін сол күнде тиктокта не болып жатыр, не жазалып болып жатыр, қандай мұң болып жатыр, қандай қуаныш болып жатыр деп. Жалпы енді жұмыстың былай 100%-тен 60-50% сол телефонға қатысты ғой. Комментарий дейміз ғой, мысалға бір жеке ән шықса, жеке бір жаңағы киноға түсіп жатасың, астына комментарий жазатындар бар. Соншалық енді жақсы жазатындар бар, кейбіреулер өтірік аккаунт ашып алып фейковый жазатындар бар. Жалпы соны қаншалықты не істейсің, мән бересің сол нелерге? Мен негізі пікірлерге көп мән бермеймін. Мана өтірік аккаунт ашып алғандарды біліп тұрасың ғой, әдейі кәдімгі неңе тиіп, неғыңа тиіп жазып жібереді, олар блокқа салып тастаймын, мән бермеймін. Сразу блокқа салып тастаймын. Сондықтан әуре болмаңыздар, аккаунт ашып, комментарий сразу блокқа кетесіздер сразу. Не істейсің оны ответ беріп? Өзің оның дәрежесіне түсу керек, ответ бересің. Оның дәрежесіне түсіп келген, оның дәрежесіне түскім келмейді. Ол әдейі істеп отыр ма, әдейі істеп отырған жоқ па, оған басын қатырмаймын. Енді көп жерге сұхбат беруші сол, сұхбат, подкаст дейміз, былай блогерлерге қандай сұраққа өзің жауап беремін, қандай осындай сұрақ қоймада осы деп сұраққа жауап берген келе ма негізі? Осы сұрақ қойса екен деген секілді. Осы салада, осы бағытта, осы сұрақты сұрамады деген секілді. Жоқ, барлық сұрақтарды қойдық, басыма келмей тұр. Основном сол қазір кино саласына кіріп жатқаннан кейін барып, сондай сұрақтар қойса екен деймін. Кино енді. Кино мәселесінде. Кино, тырнақтан ішіне киноға қайтадан кіріп кетейік осы жерге. Кино демекші. 10 қазаннан бастап бүкіл Қазақстанның 30-шы. 30-шы? 31 точнее. Өзім білмеймін. Қазан, Иә, қазан. 31 қазаннан бастап барлық кинотеатрда кеттік бәрін таста киносын көруге шақырамыз. Менің алғашқы дебютный кино. Кинода Уәлибек ағамыз ойнайды. Уәлибек ағамыз бар, Қанат пен Қайрат ағам бар, мен бар, сосын өзбек актрисасы, негізі татар ол қыз Диана Ягафарова, супер келіншек дейтін кино болды өзбекшеде. Соның главный героинесі сол кісі. Основной 5 составпыз главный рөлде. Комедия жағынан ба, Комедия, триллер жағынан. Кино қайда түсті, қай жақ? Кино Қазақстанда түсірілді. Қалалар, Алматы. Алматының шет жағында түсірілді, бірақ основном киноның типа Өзбекстанда болған түсірілген сияқты аура болады. Киноның несі қандай? Тематикасы комедия дейміз, бірақ енді не туралы деген секілді. Қайдан? Киноның тематикасы про рабство, құлдық туралы. Соны жеткізеді. Сол құлдықтың киіммен главный афишада сол жүреді, 5 адам емес. Сол жүреді. Енді әншілікке оралсақ, енді кавер дейміз, қандай кавер, қазіргі таңда каверлер шығып жатыр ғой көптеген. Бір өзінде последний шығарған қазір хит болып жатқан, жақсы қаралым көрсетіп жатқан Музарт ағамыздың орындаған әндері және де авторы ағамның атын қойғанша. Музарттың орындауында ма? Иә, Шынарым мені. Музарт ағаларымның Шынарым дейтін әнін каверге жазғам. Аллаға шүкір. Ол бар ғой негізі. Қазір ютубта бар. Өзімнің жаңа ютуб каналымда ашқам. Сосын соңғы Меломен ағаларымның О махаббат дейтін әнін жаздым. Сосын осыдан бір апта 3 күн бұрын, 4 күн бұрын өзімнің түс дейтін әнім шықты. Бүгін осы Өскеменде орындаймын. Тұсауын кесесің. Тұсауын кесем. Енді мынау топ 5 әнші деп сұрап жатады ғой. Сол енді сараптай келе көптеген адамдар топ 5 әнші сұрайды. Біз енді қазақта келесі 7, өзіңіз үшін енді топ 7. Бірінші мен үшін ең бірінші ол Дастан аға, Дастан Оразбек. Бірінші орынға қояйын. Екінші Шадрадин. Үшінші Фархат Калифорния. Сосын тағымдер бар. Көп қой негізі. Үлкендер, жастар. Үлкендер, жастар. Музарт ағаларымыз бар, Орда тобы бар, 91 бар, Илхам дейтін бауырларым бар. Болды, жетеу қойды. Жетеу ма? Жетеу қойды. Толып тұр негізі. Бәрі де кәдімгі бір-бірімен күшті болып келеді. Основном негізі осы кісілер. Негізі дуэт қалай? Дуэт көп айтпайсыз, дуэт негізі. Дуэт Қазақстан бойынша ең көп дуэт менде негізі. Бірақ ол көп байқалмай ма, қалай сонда? Ол мен хит болмай жатыр, білмеймін енді. Жалпы негізі мен де ойлаймын, Қазақстан бойынша ең көп фит жазған адам мен де ойлаймын. Бір өздеріңіз ерінбек тексеріп қарайтын болсаңыздар, мен сияқты. Ең көп хит жазған. Әлде де жазам, әлде де 10 шақты адам бар дайын тұрған.
жазып қойған құпия бір құпия болады бірақ. Енді мынау жайдарманшы екенді біз жақсы білеміз. Жайдарманға оралсақ, сол кезіндегі жайдарман, қазіргі жайдарман дейді. Жалпы жайдарман қаншалықты көріп тұрасың ютубтан қарап? Қазіргі жайдарман көп қарамаймын, тиктоктан үзінділерін қарамасам, рекке шыққандарын. Рекке шыққандарын қарамасам, қазір ондай көп қарамайды екен. Последний қарағаным Республика сарайында жайдарман туған күніне барып тірілей қарағам. Миллион Шымкент құрамасы чемпион болғанын қарағам. Енді 5 сен үшін история жайдарманның 5 топ командасы. 7 демей қойын, 5 болса. Бірінші өзім Құлсары. Атырау Құлсары. Бізде 2009 жоғарғы лиганың чемпионы болдым. Жайдарман тарихында ең жас чемпионмын. Екіншіден Көстемесін ішіне тығып жіберейінші бәрін. Бірінші біз Құлсары, Көстемесін, Техас, АСА, Агракар Сарбаздар бәрі кіріп кетсін, сол поколение. Сол екінші. 3 дедің бе? Иә, 3. Бесеу. Үшінші Назар Аудар, оның үшін тоже мана кіріп кетсін, тоже Назар Аудар, Аралас, Барыс бәрі кірсін. Көп қой, Аралас бар. Көп қазір. Семейдің жігіттері, Альянс Семей. Солар төртіншісі Миллион, Байдың жігіттері, Фемида. Көп кіре береді. Ал бесіншісі кімдер? Байгайстың жігіттері. Ату құрамасы, соның поколениясы, соларын бірге ойнаған жігіттер. Жақсы. Сосын өзім команды ұмытып кеттім, Казиту. Олар бірде тұрады олар енді. Осы сұхбатты көріп отырған, Қанай үшін көріп отырған жандарға не айтасыз? Мен үшін көріп отырған жандарға армандардың орындалсын, қойған мақсаттарыңа жетіңіздер, мені қолдауды тоқтатпаңыздар, менен шабыттаныңыздар. Мен сіздерге шабыт беруден тоқтамаймын, өнермен болсын, актерлық болсын, әзілмен жеткізейін. Мен сіздерге шабыт беруден тоқтамаймын. Және де сіздің қандай арнаңыз қалай? Ерлан Қабатай YouTube арнасы. Ерлан Қабатай YouTube арнасы көптеген миллиондар жинап, ректе жүрсін сегіз. Енді мынау тағы соңында осы жас әншілер, мен парақшаны қараймын да үнемі, көп қарайды, мотивация алады өзінен. Енді ол әншілер шыны керек былай, кез келген әншінің бағытын ашатын, ол бір хит ән ғой енді. Кавер болсын, жеке әнді болсын, енді қанша ән жазады, қанша клип түсіреді, бірақ ешқайсы шықпай жатыр да енді былай шыққан кезде. Солар сынбау үшін соларға қандай бір ауыз пікір айтасың өзіңе? Ән жаза беріңдер, болды. Тоқтамай ән жаза беріңдер, барынша реклама жасап, продвигать етіңіздер. Ең басты тоқтамаңыздар. Мен осы бағым ашылмай тұрып, мен неше түрлі ән жазыптан Аллахтың қалауымен жеттік. Ол ән болмасын, қандай салада болсын, бір жылдан кейін болсын, бір айдан кейін болсын, 5 жылдан кейін болсын, ол результат келеді. Сен еңбегің никогда зая кетпейді. Соны запомните, ол түбі келеді. Сол жасаған еңбектерің жемісінің түбі келеді. Жемісінің түбі көресің, жейсің. Главное сынбау керек. Жақсы, құрметті достар, бізбен бірге болған Қанай шығысқа келіп бүгін сұхбат беріп, басын иіп жатқанына көп рахмет. Көптеген адамдар бермей жатады енді. Оларға өкпе жоқ, бірақ сізге алғыс айтамыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, осылай халықтың еркесі болып, серкесі болып бұйырса, Мейірімбек ағаларымыз сияқты тарихта қалатын, қазақтың жүрегіне орын табатын тамаша өнер иесі болыңыз. Әмин. Рахмет достар. Лайк, комментарий жазыңыз.